Айтыңызшы, сіз өз балаңызды қауіпке толы жол бойында жалғыз қалдырар ма едіңіз? Сіздің балаңыз жақсы мен жаманды ажырата ала ма? Ал ғаламтор желісі мен ақпарат көздерінде ше, балаңызды жалғыз қалдырар ма едіңіз? Интернет желісі баланың психологиялық және физиологиялық дамуына кері әсер ететін жағымсыз, экстремистік, террористік ақпараттарға толы екенін балаңыз біле ме екен? Балаңызға интернет желісінде ақпарат алу мүмкіндігін дұрыс үйретіңіз. Әсіресе интернетті енді қолданып бастаған болса, жалғыз қалдырмай өзіне керекті ақпаратты алуына көмектесіңіз. Өмірде әртүрлі адам кездескені сияқты, интернетте де пайдалы және зиянды ақпараттар бар екенін ажыратуды үйретіңіз. Интернет қызыққа толы әлем, бірақ онда сіздің балаңызға қауіпті ақпараттар да бар екенін ұмытпаған жөн. Балаңызды жалғыз қалдырмаңыз.